Мағжан Жұмабаев және Батыр Баян поэмасы Мағжанның ең атақты, аты шулы, шоқтығы биік шығармаларының бірі. Мағжан Жұмабаев қазақ халқының ақыны, 1893 пен 1938 жылдар аралығында өмір сүрген, репрессияның кезінде атылған ақындардың қатарында. Мәскеуде оқып жүрген кезде осы алқа деген ұйымды ұйымдастырғаны үшін ғана тұтқындалып, кейін репрессияның кезінде атылып кеткен. Себеп болып отырған міне алқа ұйымы. Басында 10 жылға сотталады, кейін 37 жылдың аяғында ұсталады да 38 жылы халық жауы деген жаламен ату жазасына кесіліп кетеді дейді. Мағжан Жұмабаев ол қазақ романтикалық лирикасының дамуына зор үлес қосқан ақын. Романтикалық лириканың шебері десек болады. Өз өлеңдерінде қазақ арасындағы әртүрлі келеңсіз мінез-құлықты, әрекетсіздік пен жалқаулықты, сауатсыздықты сынайды. Елін білім алуға, өнер үйренуге шақырады. Жазғы таң, өнер білім қайтсе табылар, қазағым деген өлеңдерінде ақын осы тақырыптарды көтереді дейді. Ақын лирикалық өлеңдермен қатар бірнеше көркем поэмалар жазған. Өте маңызды мына поэмалар Қойлыбайдың қобызы, Батыр Баян, Қорқытпалар осыған дейін сұралды. Мағжанның поэмалары деп. Жоғарыдағы елді білім алуға, өнер үйренуге шақыратын өлеңдерінде естеріңізге сақтаңдар. Жазғы таң, өнер білім қайтсе табылады, қазағым деген өлеңдері. 1923 жылы Ташкентте педагогика деген атақты еңбек шығады. Бұл қазіргі таңда бестселлер болып, адамдардың жаңағы педагогтардың қолына өтіп оқылып жүрген кітаптардың бірі. 1928 жылы Мәскеуде төменгі сынып шәкірттерін алған Сауатты бол деген оқулығында жарық көрген екен дейді. Педагогика саласында біраз еңбек сіңірген екен Мағжан Жұмабаев. Мағжанның біз Батыр Баян деген толғауын поэмасын қарастырамыз. Батыр Баян поэмасы бұл тарихи оқиғаға негізделген, ішінде тарихи кейіпкерлер бар. Батыр Баян, Абылай ханның есімі аталады мысалы. Қанай деген секілді бидің есімі аталады. Бұлар тарихи кейіпкерлер, себебі өмірде болған жаңағы тарихта өзіндік орны бар абыройлы кісілер. Бірінші тарау неден басылады? Бірінші тарау: жүрегім мен зарлымын жаралыға, сұм өмір абақты ғой саналыға, қызыл тіл қолым емес кісендеулі, сондықтан жаным күйіп жанады дейді. Мына қатарын мен әдейі оқыдым, себебі осыған дейін сұрақ болды. Жүрегім мен зарлымын жаралыға, сұм өмір абақты ғой саналыға деп басталатын мына 4 қатары беріп қойғанда поэма дейді. Жауап: Батыр Баян. Сұм өмір абақты ғой саналыға, қызыл тіл қолым емес кісендеулі, сондықтан жаным күйіп жанады дейді. Өмір, сұм өмір саналы адамға абақты сияқты. Сондықтан мен зарлымын, жаралымын. Қызыл тіл қолым емес кісендеулі. Қызыл тіл менің қолым сияқты кісендеулік емес. Сондықтан мен жаным күйіп, жанып, мен осыларды жазам. Қу өмір қызығы жоқ, қажытқан соң толған қарауым сол баяғыға. Түйіннің 90 түрлі шешуі бар, әдемі ертегідей баяғыда әдемі өткенді ойлап айнымасам, сұм өмір оң күшті аяды ма дейді. Сұм өмір деген мына жерде эпитет бар, сондай әдемі. Ол күнде аз қазақпен қалың қалмақ, қыранмен қарақұстай алысқан шақ, баласы Алталаштың Абылайдың астында ақтуының табысқан шақ дейді. Бұл кез аз қазақпен қалың қалмақ, қалмақтың көп кезі, қазақтың аз кезі дейді. Қыран мен қара құс сияқты бір-бірімен алысып жатқан уақыт еді. Ол кезде Алталаштың басын қосып отырған Абылай оның дәл ақтуының астына табысқан шағымыз еді. Яғни 300-дің басы қосылған кез еді дейді. Қазақтың батырлары бәрі қыран, сонда да бір батыр жоқ баяндай тап. Жаудың бір жорықта бір сұлуын ер баян алып қайтқан артына сап. Баянның алып қайтқан сол сұлуы балдырған бөбек дерлік 14 жастақ дейді. Қазақта батыр көп, бірақ соның ішінде баян сияқты батыр жоқ дейді. Жауының бір жорықта бір сұлуын баян өзімен бірге алып келген екен. Қалмақтармен болған бір жорықта ол сұлу балдырған бөбек өзі, жасы бар болғаны нешеде, 14 жаста ғана екен дейді. Сол сұлу екен атқан таңдай, бір соған бар сұлулық жиналғандай. Торғын ет, шапақтай бет, тісі меруерт, сөздері су сылдырлап құйылғандай. Мынау қалмақ қызының сипаты өте маңызды. Атқан таң сияқты сұлу, бар сұлулық соның ғана бойына жиналған секілді. Торғын ет, еті торғын, жұмсақ, беті шапақтай, сондай нұрланып тұрады, тісі меруерттей әппақ, сөздері судың сылдырлап құйылғаны сияқты дейді. Яғни сыңғырлап шығады дауысы. Бір улап көзқарасы бір айнатқан жұлдыздай еркелеген сөнбей жанбай, лебізі жібек, лебі жұмақ желі, кәусардай татқан адам қалар қанбай дейді. Лебізі жібектің лебі сияқты, жұмақтың желі сияқты, қандай әдемі метафора қолданған. Оның лебізі яғни сөйлегені тілегі жібектің лебі мен жұмақтың желі сынды дейді.
оны тыңдаған адам қанбай қалады. Шын ер ғой Батыр Баян алып қайтқан еліне сол сұлуды естен танбай. Не деген ер еді Баянның өзі, есінен танып қалмай сол сұлуды еліне алып келгендей. Осылай іштен күйген Батыр Баян, Баянның батырлығы Алашқаян. Баянның інісі бар 15 жаста, бөрінің бөлтірігі бала Ноян дейді. Ноянды бөрінің бөлтірігі деп сипаттап көрсетеді. Яғни оның жастығын, әлі аңқаулығын айтқысы келіп тұр. Жасы бар болғаны нешеде екен? 15 жаста ғана екен. Ноянның бар ақылы білегінде, билеген асау жүрек қайнағанған, келген ақ сұлудың бір қарауына Ноянның жүрегінде ұшқын туған дейді. Ноянның бар ақылы қайда дейді? Білегінде ғана дейді. Яғни күшімен ғана ол ақылы күшінде ғана, бірақ өзі әзір бозбала, әлі ақылы толыспаған еді дейді. Осы сұлудың бір қарауынан ақ жүрегінде бір ұшқын туды. Сол ұшқын өртке айналып, жап-жас Ноян алысып жүрегімен аласұра. Ноянды сол сұлуға тәтті балдай, мөлдіреп қараушы еді көз талмай. Жұтқандай сол сәуленің демін алмай, алайда бұзық ойдан аулақ еді сұлуға тәңірі көріп табынғандай. Сұлуға сол тәтті бал сияқты мөлдіреп қарайтын отыратын Ноян дейді. Бірақ оның жаман ойы жоқ еді. Сұлуға кәдімгі тәңірі көріп табынғандай табынушы еді ол дейді. Жанса да жап-жас Ноян сұм сұлу қыз көп заман жүруші еді, бірақ көзін де салмай дейді. Сонда мына Ноян жан күйіп жүрген кезінде сол сұлу, сұм сұлу қыз бұған көзін де салмай ұзаққа дейін жүрді дейді. Сонда кейбір кезде ақ бетіне бір нәрсе жүгіруші еді ыстыққандай. Қыз сонда Ноян бауырым кебем деді. Бір күні Ноян келіп жаңа қызға өзінің сезімін айтып отыр ғой, сонда қыздың айтып отырғаны. Ноян бауырым кебем деді, мен сенің сүйгеніңе сенем деді. Сүйемін мен де сені тәңірі куә, тән түгіл жаным саған берем деді. Нояным, бірақ сенен қалауым бар деді де сұлу ойға тереңдеді. Сұлудың сырға толы торғын бетай бетінде ешбір толқын көрінбеді. Біраздан көздерінде жас мөлдіріп жасылу жылап тұрып күлімдеді дейді. Қыз айтады, Ноян бауырым кебем, мен сенің сүйгеніңе сеніп тұрмын. Мен де сені жақсы көрем, мен де сені сүйем, оған тәңірі куә. Мен саған тәнім түгіл жанымды беруге де дайынмын, бірақ менің сенен бір қалауым бар дейді. Ербаян біздің елге барған еді дейді, енді тыңдап ал дейді. Сенің ағаң біздің елге барған еді. Көп қойға көкжал ойран салған еді. Бөбегін шырылдатып алып кеткенде атанам жылап зарлап қалған еді. Мен алып кеткен кезде атанам жылап зарлап қалды. Сорланам көкірегін көкке сауып қан жылап менен бір ант алған еді. Ол анты елдің шетін анаң бетін бір көрмей қозым ерге бармады еді дейді. Сонда анам зарлап тұрып мені алып бара жатқан кезінде менен ант алып үлгерген дейді. Ол анты елдің шетін анаң бетін бір көрмей қозым ерге бармады дейді. Елдің шетін көрмей, менің бетімді көрмей, менің разылығымды алмай, күйеуге тиюші болма, ерге барма деп айтқан еді дейді. Анама сөзім анау, өзім мынау, жас Ноян жүгінемін ер деп сені. Көр болсақ көрді көрмей, тәңір оңдайма, ер баян неге батқан терең ойға. Мен сорды көргеннен ақ сүйген баян, қосылсақ баянға ауыр дерт болмай ма дейді. Мені көргеннен ақ мені баян сүйген, сондықтан баянға да ауыр дерт болады. Неге ол терең ойға батады? Биікке кетпей киік ойды ойнаса ашулы арыстанға, биікке кетпей киік ойды ойнаса ашулы арыстанға мерт болмай ма? Екеуміз сарыарқадан сапар қылсақ қатерсіз қосылуымыз берік болмай ма? Қаны бір келеді ғой, қазақ қалмақ, ода бір саған туған жұрт болмай ма деп айтты дейді. Түсінікті ма қыздың не айтып тұрғаны? Қыз айтады, анам мені сондай бір уәде алды, менің рұқсатымсыз менің батамды алмай ерге барма деп айтты. Енді мен сенен соған жүгінем, Ноян, сол тілегімді орында дейді. Тағы да бір жағы бар, Ноян мені көргеннен ақ сүйіп қалған. Егер біз екеуміз қосылатын болса, ол баянға оңай болмайды. Сондықтан мына биікке кетпей киік ойды ойнаса дейді. Киік жақын жерде ойнап жүрген болса, онда оны ашулы арыстан мерт қылады қалайды деп жаңағы сипатта көрсетіп тұр еді. Ноян жаңа киік сияқты, баян ашулы арыстан сияқты. Сондықтан екеуміз сарыарқаға сапар қылайық та қалмақтың жеріне барайық. Қазақ пен қалмақ ол да бір қаны бір ел сияқты, саған ол туған жұртың сияқты болады дейді. Сөйтіп Ноянды көндіреді, өзімен бірге сарыарқаға, мына қалмақтың жұртына баруға. Сол уақыт мезгіл екен, дәл таң алды, төзім қып албырт Ноян күтпей таңды. Жүгіріп жан ұшырып жаяу барып жылқыдан екі жүйрік таңдап алды дейді. Қыздың сөзін екетпей екі жүйрік таңдап алады да, азырақ азық алып қару жарақ жүйрікке әсем әбзел тұрман салды. Сөйттіре сарыарқамен есендесіп екеуі ескен желдей кетіп қалды дейді. Кетті олар, сәске болды, ауыл тұрды, алдымен Ербаянға хабар барды дейді. Таң атпай кетіп қалды екі жас қалмақ қызы мен Ноян. Таң атып сәске түс бола бастаған кезінде баянға хабар келді дейді.
Ербаян сол кеткеннен кете барды, мініп ап белдеудегі көк тұлпарды. Оған бір жаңағы үлкен кәрі кісі келіп хабар айтады, Ноянмен Қалмақ қызының қашып кеткендігін. Ол жерде Ноянды кінәлап айтпайды, бірақ ол жеткізіп отырған кісі сұм сұлу деп Қалмақтың қызына көбірек жаңағы не түсіреді, кінәлайды да. Сұм сұлу кімді? Ноянды алып қашты деген сияқты. Ноянды Албырт жаңағы бөрінің бөлтірігінде жігітті өзімен алып кетті деп. Сонымен Ербаян ұзаққа дейін ойланып жатып қалды да, шалды шығарып жіберіп, бір кезде барып жаңа орнынан атып тұрып белдеудегі көк тұлпары мініп, дулыға қалқан көбе қалған ұмыт дейді, бәрін жаңағы дулығасы, көбесі, қалқанын бәрін қалдырып, тек қана белінде жалғыз садағы бар, сонымен бауырын қуып артынан қуға жөнелді дейді. Бауырынан обағаның сырғып өтіп, арыстан айдалады, дүбір салды. Дауылдай талмай есіп, желді үйшіп, тұсауа жолдыөзектің даласында алыстан екі қараны көз шалды дейді. Сөйтіп, жолдыөзектің бойында кімді қуып жетеді? Мына екі жасты қуып жетеді екен. Жас Ноян жүйрігінің мойнын бұрды. Жас Ноян Ербаянға қарсы жүрді дейді. Ағасының келгендігін білген кезде Ноян астындағы жүйріктің мойнын бұрып, Баянға қарай қарсы жүреді дейді. Жақындап келіп қалып, ағасына түсінен шошыдыра тоқтап тұрды дейді. Соншалықты ашулы деп ойламайды ғой Ноян. Жапанда аға, іні, Баян, Ноян, алып кел көз алдыңа ай мен күнді, дұрысы күміс күлген күндізбенен түнерген қара бұлттай қара түнді. Алайда ерке бұлан Ноян ұлан ашулы ағасына қарап күлді дейді. Ерке бұлан дейді, яғни еркелеп өскен Ноян ашулы ағасына қарап, бетіне қарап күлді дейді. Мынау айдалада ай мен күн сияқты екеуі бір-біріне қарап тұр, ешкім жоқ. Баян, Ноян, жаңа Қалмақтың қызы бар, Қалмақтың қызы алысырақ тұр, бірақ қара бұлттай түнеріп тұрса да, жаңағы Ноян бетіне қарап күлді ағасының дейді, жымиды. Дегенше қалды тартып батыр Баян, Баянның батырлығы алашқая, оқ түйіп жүрегінен құлап түсті, атынан бүктетіліп бөбек Ноян. Баянның жаңағы ешқандай қару жоқ, тек жебесі мен садағын ала шыққан еді ғой белінде. Сонал тартып салып Ноянды дәл жүрегінен тегізіп өлтіріп, бүктетіліп құлап түсірді дейді. Жыншуы басқандай боп естімеді жан көке аға деген сөзді Баян. Садағын сол секундта тартты, тағы бір ашып бір жұмбайды көзді Баян дейді. Сол кезде ана Ноянның жан көке аға деген сөзінің өзін естіген жоқ дейді. Сөйтіп ешқандай сөзге келместен келесі жаңағы жебесін алып тартып түсіріп, жаңағы жанындағы қызды да ұшырып түсірді дейді Баян. Екі жас аттарынан ұшып түсті, түскенде бірін-бірі құшып түсті. Жүректен атып ыршып шыққан ханмен жалғыз-ақ ақ десті де жаным десті. Қомағай қара топырақ бүлкіл қағып асығып екі жастың қанын ішті. Күндей қу тұнжыраған түндей болып қиялмай құрт өңселіп ақыл есті. Тұрды да біраздан соң батыр Баян атынан есауғандай құлап түсті дейді. Бір кезде барып Баян есін жиып, есауған адам құсап атынан құлады дейді. Екі жас құлады, қара топырақ бүлкіл қағып, ана екеуінің қанын ішуге асыққандай қан не істей бастайды дейді. Топырақтың үстіне қаны аға бастады екеуінің дейді. Сол аз уақыттан кейін барып қана Баян есін жиды. Сол кезде айтқан дейді Баянның: жорыққа қуғалмаққа жүрдім неге, тобына көк бөрідей кірдім неге, тәтті бал балау саталы жас сұлуды көр болғыр екі көзім көрдің неге, садақпен жүрегінен тартып кетпей жыландай бауырыма сап келдім неге, әйелдей баса алмайтын жүрек жынын есалаң жүрек керіп бердім неге, буынып сол боз үйден шықпай өлмей атылып оқ жыландай тұрдым неге, ойламай белді бекем будым неге. Сол жаңағы садақты тастап кетпей не үшін бауырыма салып келдім екен, неге мен жаңағы жынын баса алмайтын әйел адам құсап жүрегіме ерік беріп жаңағы ашуымды баса алмай қалдым. Сол боз үйден шықпай өлмей атылып оқ жыландай тұрдым неге, сол үйден неге өлмедім. Сұмсадақ кетсе төзіп жас жүрегін, жойған жоқ құлыншағым ерке түсін, сорлаған атып жығып өзінсін иіскейді енді зарлап әппақ төсін, тартқанда сынбадың ау сұмсадағым, қайтайын арымадың арда күшім дейді. Қараңдар қандай әдемі келтіріп тұр. Мына түсін еркелігін жоймаған құлыншағым жаңа жерде жатқан інісін құшақтап отырып айтып отыр: сорлаған атып жығып өзінсін иіскейді енді зарлап әппақ төсін. Інісін өз ағаң інісін өлтіріп енді әппақ төсін иіскеп отыр. Тартқанда сынбадың ау сұмсадағым, қайтайын арымадың арда күшім дейді. Қайтайын осын арда күшім-ай, сенде жаңағы арымадың, азаймадың, неге мен тартқан кезде садағым сынып кетпеді екен сонда деп өкініп жатыр енді. Жоқ әлде өлтірдім бе інімді алты алаштың намысы үшін дейді. Мен әлде інімді алты алаштың намысы үшін өлтірдім бе дейді. Себебі інісі
қайырылып қайтуға бара жатқан жоқ, қалмақтың еліне барып сол жақта жаңағы қалмақтың қызымен бірге тұруға бара жатыр ғой. Сондықтан сол үшін бе өлтірдім бе екен дейді. Арқамдай жер жүзіне жер бола ма, айыбымда алашымдай ел бола ма, алаштай ертер өткен екі арыстан ергөкші ерғосайдай ер болар ма, солардың нәсілінен сары баян барыстай ойын салған сардалада дейді. Ергөкші ерғосайдай ер өткен кезінде алаштың даласында солардың нәсілінен сары мен баян барыстай ойын салған сардалада деп жаңағы нелердің есімдері аталып өтеді. Батырлардың інісі Ербаянның жасық ноян атыран азып туған дер бола ма, құл болса бір қыз үшін балдырғаны алаштың бұдан асқан шер бола ма дейді. Әттең ай сол сары мен баяндардан жаңағы Ерғосай мен ергөкшілердің ізін басып келе жатқан баян сияқты батырдың інісі жасық ноян дейді. Жасық деген ез. Ноян атыран азып туған дер болар ма? Азып туғандық ай сол ноянның, құл болса бір қыз үшін балдырған алашқа бұдан ауыр шер бола ма дейді. Бір қыз үшін қалмаққа барып құл болса, қазаққа бұдан асқан намыс шер болатын бет дейді. Дариға жұбанамын жел ойменен, тартпадым сұмсадақты бұл ойменен, тандырған мен есімнен ғашықтық қой, бір тынбай сұр жаным жеген дейді. Жоқ дейді, бір кезде баян қайтадан, мен жаңағы інімді алталаштың намыс үшін өлтірмедім. Бұл өтірік, мені есімнен тандырған ғашықтық дейді. Жаңа қалмақтың қызына бұл да ғашық болды ғой. Бір тынбай сұр жаным жеген дейді. Менің жанымды сұр жеп қойды сол. Өз бауыры өз сүйгенін өз өлтірген болар ма сірә сорлы адам менен. Алдымда Көкежан деп күліп тұрған садаға кетпедім ғой қозым сенен. Ел беті енді маған болсын арам, алашым аттанамын жауыңды өлем дейді деп осы жерде өзін жаңағы нақтылайды. Мен жауды өлем, енді менің етім арам болсын, бетім арам болсын саған қараған алашым дейді. Өз бауырмен өз сүйген өзі өлтірген мендей сорлы адам бола ма дейді. Екі қатарға қараңдар. Көкежан деп күліп тұрған қозым-ай сенен неге садаға кетпедім екен дейді. Сонымен кеттік, екінші тарау басталады. Түн өтті жер шетінде алтын таңды жоғалап жүз бұралып жел қарсы алды. Сарғайып сары белден таң атқан соң Абылай қолға аттан деп хабар салды. Бәрі де болат тұяқ бедеу мініп батырлар қатар түзеп келіп қалды. Жөңкіліп күздігіні көшкен бұлттай қап-қара орта сой боп қол қозғалды. Асырып ертегіше айтқан жанға қаранар қайыспайтын жер шайқалды дейді. Таң ата бере Абылай өзінің қолына аттан деп хабар салып, жөңкіліп күзді күні көшкен бұлттай қап-қара орта сой боп қол қозғалды дейді. Жаңа қаншама қап-қара ортасы ой сияқты қалың әскер қозғала бастады. Қазақтан қулықпенен құтылмаққа кеңесті қос қонтайшы ұса серен дейді. Ұса мен серен деген қос қонтайшы екеуі ойласты. Екі қонтайшының есімдері аталады, осы ұмытпаңдар. Жіберді кеңестіре жеті қалмақ сөздері Абылайдан бар да тілем дейді. Жеті қалмақты алдарына салып ұса серен Абылайдың алдына жіберді дейді тіленуге. Ағаттық бізден болсын, кешсін Абылай, Ақ-отау айдаған мал бәрін берем, тағы да ер басына бір арумен қаранар айыбымыз қалы келем деп хабар салды дейді. Жаңа жеті қалмақты жіберіп Абылайдан кешірім сұрап, Абылайдың қолы қозғала берген кезде ұса мен серен адамдарын жіберіп айтып тұрғаны: бізден болды, ағаттық бізді кешірсін, Ақ-отау айдаған мал, қолымызда не бар бәрін береміз, айдаған малы берейік, Ақ-отау берейік, ер басына бір ару берейік, қаранар болсын біздің айыбымыз қалы кілем берейік деп адам салды дейді. Жетелші осы сөзбен келген ханға қаратып өз жауабын ертең таңға салады. Мынау сөзді хан Абылай би батыр қасындағы көп қыранға салса да алдыменен өзі айтады: түспессіз тірі болсақ алдағанға, бірақ олардың алдағанына біз түспеспіз дейді. Елдің ортасына жаңағы ортаға салып отырса да, ақылға салып отырса да Абылай өзі бір нәрсені нықтап айтты: біз олардың алдағанына көнбеспіз деп. Күн ертең не бергенін жолдан алып қалғанын алсақ қолдан арғы таңда, ерлерім ойым осы деді Абылай. Бұл ойды теріс дейтін адам бар ма? Абылай айта қалса істің жайын би батыр теріс дей ме? Абылайын қалың топ тым тырыс боп тұрған шақта дегенде ерік еді біздер дайын. Ерлігі алаш қаян батыр баян тұрды да деді алдияр Абылайым: мергеннің мылтығына қарсы жүрмес, қырдағы адам түгіл құландайын. Сөзімді не керектің, не ғып дүрсің, ойыңды терістейді баянайың. Талғыға салмай шындық табылмайды, құлғана қожан ылғай қабылдайды. Қоғалмақ күні кеше алдамап бет шоңғайтып ой Қытаймен өр Қытайды. Қытаймен күні бүгін жалғаспаса Қытайға қалмақ неге қанат жайды. Абылай артық туған неге ұмытсын, қазаққа қалмақ сыры аяндайды. Қалмақтың қарты түгіл қалшасты алдатпас алдап бітер Абылайды дейді. Деп баян тұрып сол жерде сөз сөйлеп тұр. Жоқ, Абылай, мен сенің осы жерде келіспеймін. Қалмақ ол жаңағы кезінде ой Қытай мен өр Қытайдың өзін чоңқитып кеткен халық. Абылай, сен алданба дейді.
Ерлерім жиып, Абылай ел ағасы сұрайды мынау істің не шарасы, қырандар әрі бері толқысқан соң қанай қарауылдың топтың басы саңқылдап суылдап сөйлей берді Қытайдың қол ұсыным шекарасы, қалмақты Қытай кірген зерттер болса қазақтың бір қалмай мерт боласың дейді. Қанай деп отырған Қанай би, сол жерде есім аталатын қазақтың биі. Тұнжырай қалса дағы хан Абылай қайту деп сөзің болды біту анасы, таң ата қол қозғалмақ кейін қарай, ұрылған көңілі қаяу хан Абылай, қол жатқан жым-жырт басқан таңда таяу, жалғыз ақ жатқан ояу баян балай, апырмай алаш арын жоқтамастан жөңкіліп бұлғайтудың жөні қалай деп айтты дейді. Жаңағы Абылай енді қалмақпен келісімге келетін болып таң алдында елді алып қайтқалы жатыр, қолын алып. Сол кезде таң ата берер кезде баян ойланып жатқан екен дейді. Алаштың арын жоқтамастан қалай бұл қайтқалы жатыр екен деп. Дедере атып тұрып тонын ішінен ерлерді от екпінді жолбарыстай 100 жасты жолдас қылып тата берді. Таң ата қайдасың деп қалың Қытай қолға алды 100 жолбарыс майданды ойлап тартады шабуылмен іле бойлап дейді. Өзімен бірге 100 жолдасты ертіп алып Абылай сен бармасаң мен барам деп тарт шабуылмен іленің бойын жаңағы байлап кетті дейді. Алдында Ақсұңқардай батыр баян екпіні қауға түйген өрттей ойнап, бедеулер болат тұяқ желден шұқыр алысып ауыздықты қаш-қаш сайнап, сәскеде сағымменен көрді баян көп қалмақ іле бойын жатқан жайлап. Жүз бәрі аздан молдап алысты да ат қойды қалың жауға Абылайлап, аз қазақ көп қалмаққа салды тойды, көк аспан қара түтін шаңға тойды, алдаспан ажал менен бәсеке боп қаншер қайқы қара қанға тойды. Жып-жылы адам қаны бүлкіл қуалап жылжи берді ойдан ойды, көк көбе шүберектей шұрқ-шарқ болып жыртқызды ерлер дал-дұл тұлға бойды. Анадай дөң басында ұсас сирен қуша құдайына қасқа сойды дейді. Жер мен көк шырайын алып араласты, көз алдын қара түтін тұман басты. Тәтті бір жазғы таңда қалғығандай ер көзін оқтын-оқтын жұмып ашты. Көрген болды ашулы Абылайды, қалың қол әні Абылай деп шуласты. Тағы ашты көз жұмған көзін, тағы көрді. Алдында жасұлан мен толқын шашты екеуі құшақтасып жап-жақын тұрып басымен ишара етіп амандасты дейді. Алдында ноян менен ақшамаңдай жұлдыздай жымыңдаған сөнбей жанбай, сұлудың 80 сырлы жұмбақ жанай еріне әлде болсын күлкі алғандай. Жоқ, күлкі жоқ бетінде тамшыған жоқ, ағалап жан ұшырып жалбарғандай. Жоқ, өзі жолды өзекті жортадымыз, ұмтылды оқшыландай садақпен қан, кезерген ердің ерні қозғалғандай. Екі жас қайғысы мол құп-қу жүзі екеуі құрғырап тұр алмай көзде, көкесі жан бергенде бөбек ноян тұрғаны мәні қалай құшып құзды. Дариға беті қара сорлы баян шығарған өз қолымен екі көзді, іс өтті ажал жетті, енді не бар қоштасып айтсалы соңғы көзді. Келіңдер қарақтарым кешіңдер деп ер баян әлсіз ғана қолын созды дейді. Жаңа Абылай қалың қолын алып кері қайтқан кезде баян таң атпастан 100 жолдасын ертіп алып артынан қалмақтың қуалап барды дейді іле бойлап. Бірақ қалмақтың саны көп екен. Ұсам мен Серен қуша құдайына қасқа сойғандай келген 100 жігітті жайратып салып, баянды да өлтіріп, сол жерде жаңағы қылыш қанға тойды дейді, жылы қанға тойды, өлтіре бастады. Баянды да сол жерде өлтіреді. Қалмақтың саны көп қосып бұлар 100 адам болып барып тұр. Сонымен мына қатар жаңағы ноян мен қалмақ қыздың құшақтасып тұрғаны бұл баянның өлер алдында көз алдына келіп жатқан бейне. Сонда айтып тұр баян, көкесі жан беріп жатқан кезде мына ноян бөбектің қызды құшып тұрғаны қалай болды деп сөйтеді. Артынан іс өтті ажал жетті, енді не бар қошталып айтсалық соңғы сөзді. Келіңдер қарақтарым кешіңдер деп ер баян әлсіз ғана қолын созды дейді. Көгілінен сосара серен кеткен қауіп, қуанып сырнай еріне қылды сауық, алайда Абылайдан сескенген соң жөнелді ертеңіне Қытай қауып. Алаштың ардагері батыр баян бір қырда қала берді топырақ қауып, жаудан да мейірімді боп жылады жел, күңіреніп ер денесін құммен жауып, іленің толқындары әлі күнге айтады ерге жоқтау ауық ауық дейді. Ұса мен Серен жаңағы баянмен 100 жігітті өлтірген соң қуанып сырнай еріне қылып сауық қылды дейді. Бірақ ары қарай жаңағы Абылайдың қолына барып тиюге сескенді, қорықты. Сөйттері келесі күні Қытай қауып кетті дейді. Ұса Серен қалмақ жауынгерлерін алып. Сол жерде батыр баянның денесі қалды. Топырақ қауып қала берді бір қырдың астында дейді. Жаудан да мейірімді болып жылады жел, күңіреніп ер денесін құммен жауып дейді. Желдің өзі жылап, мейірімді болып жылап, ердің денесін құммен жапты дейді. Іленің толқындары әлі күнге дейін сол ерге шоқтау айтады екен дейді. Ерлерді ұмытса да ел селі ұмытпас, ерлерді ұмытса да ел желі ұмытпас. Ел үшін жаннан кешіп жауды қуған, ерлерді ұмытса да ел шөлі ұмытпас. Ел жауын зерттеп өрт болып тынбай жортқан, ерлерді ұмытса да ел белі ұмытпас деп аяқталады поэманың соңы.
Мынау да осыған дейін сұралған, тура мына поэманың басы қалай басталды дегендей, мына қатарды беріп, бұл қай поэманың соңы деген сұрақ болды. Жауап Батыр баян поэмасының соңы. Сонымен Батыр баянды ел ұмытып кетсе де, ел білмесе де оның ерлігін, бірақ сел ұмытпайды, жел ұмытпайды, мына қара дала ұмытпайды дейді, шөл ұмытпайды, өртті, ел, белді ұмытпайды деп аяқталады екен соңы шығарманы. Келген сұрақтардан бұл баянның сипаты сұралды, ноянның сипаты сұралды және қалмақ қызының сипаты келді. Соңындағы шумақ сұралды. Баянның сипаты міне, ақсұңқардай батыр баян, екпіннің қауға түйген өрттей ойнап, бедеулер болат тұяқ желден шұқыр алысып ауыздықты қарсыға шайнап дейді. Ноянның сипаты бөрінің бөлтірігі, қалмақ қызы жаңағы торғын ет, чапақтай бет, тісі мерует, лебізі жібек, лебі жұмақ желі деді. Сол сұлу екен атқан таңдай, бір соған бар сұлулық жиылғандай, торғын ет, шапақтай бет, тісі мерует, соң сылдыр сөздері сол сылдырлап құйылғандай деп айтқан екен дейді. Одан соң шығарманың басындағы алғашқы мына шумақ келді. Осыған дейін жүрегі мен зарлымын жаралыға, сұм өмір абақты ой саналыға деп басталатын толғау деп. Поэма деп жауап Батыр баян. Сонымен Батыр баян поэмасындағы тарихи кейіпкерлері бұл Батыр баян мен Абылай хан екен. Жалпы идеясы түсінікті, ерлердің ерлігінің ұмытылмауы, Батыр баянның намыс үшін, ел үшін де бір жағынан қызғанышы бар, ішкі сезімдері бар өзінің, бұл енді психологиялық поэма бір жағынан деп өз інісімен жаңағы сүйген қызын өлтіргендігі, бұл жаңа шығарманың трагедиясы, кейіннен өзіне серт беріп, мен жауды өлем, мен елдің бетін мына арам бетіммен көрмеймін деп, ақырында сол ұсас ереннің жаңағы елін ұсас ереннің қолын, әскерін ойсыратып барып өмірден өтіп кеткен екен дейді.